Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің қызықты тақырыбымыз несеп жолдары ауруын емдейтін 5 сусын туралы болмақ. Несеп жолдарына инфекцияның түсуі жиі қайталанатын ауру емес, ол адам есейе келе пайда болатын ауру. Несеп жолдарының ауруына иммунитеттің әлсіздігі, бүйректің дұрыс жұмыс істемеуі, жүректің сыр беруі себеп болады. Бұдан басқа да жағдайлар несептің қабынуына себеп болуы мүмкін. Десе де, емделу үшін түрлі дәрі немесе екпе ұсынылады. Алайда фитотерапия әдісін қолдану ауруға да, ағзаға да әлде қайда пайдалы әрі арзан. Көбінесе ішек пен бүйрекке микроб түскенде несеп жолдары сыр береді. Сонымен қатар, тазалықты дұрыс сақтамағаннан, суықтағаннан, кіші дәрет қысқанда уақытылы бармағаннан, бүйрекке тас пайда болғаннан, қант диабетінен, жүрек қан тамыр жүйесі ауырғаннан несеп жолдарының жұмысы бұзылады. Аурудың белгілерін айта кетсек, ол іштің айналасы ауруы. Кіші дәрет кезінде несеп жолдары дуылдап ашиды, бөлінді пайда болады. Несепке қан немесе ірің араласады. Оған қоса қызу көтеріліп, бойыңызды әлсіздік билейді, жалпы жағдайыңыз нашарлайды. Осы кезде уролог дәрігерінің кеңесін алыңыз. Және де келесі емдік сусындардың көмегіне жүгініңіз. Ең алдымен 40 буын қайнатпасы. 40 буын, яғни хвощ, несеп айдайтын керемет өсімдік. Оны дайындау үшін 1 стакан суды ыдысқа құясыз. Қайнап шыққан соң 1 ас қасық ұнтақталған 40 буынды салып 2 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны сүзіп, салқындаған соң ішесіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Бұл қайнатпа несептің уақытылы әрі дұрыс шығуына ықпал етеді. Несеп жолдары мен бүйректі тазалайды, әрі суыққа қарсы күреседі. Қарбыз шырыны. Қарбыздың несеп айдайтын керемет қасиеті бар екенін бұрыннан білеміз. Сонымен қатар, ағзаны тазалауға да қабілетті. Шырынның құрамында бүйректі улы заттан тазалайтын, қабынуға қарсы күресетін пайдалы микроэлементтер мен дәрумендер бар. Ем үшін күніне 3 стакан қарбыз шырынын ішу керек. Ескеріңіз, әр ем кезінде шырынды жаңадан дайындауға тырысыңыз, сонда оның емдік күші арта түседі. Келесі қара жидек шырыны. Емдік қасиеті мол бұл жидек дәруменге, антиоксидантқа және органикалық қышқылға бай. Осы пайдалы заттарының арқасында қара жидек бактерия мен инфекцияны өлтіруге қабілетті. Шырынды дайындау жолы қарапайым ғана. Бірдей көлемде шырын мен суды араластырасыз. Егер татымы қышқылдау болса, аздап бал қосуға болады. Шырынды күніне 2 рет ішесіз. Келесі зімбір қайнатпасы. Зімбір микроб пен суыққа қарсы күресетін күшке ие. Ал тамыры кез келген ауруды басады. Сондықтан да ішіңіз ауырып, несеп жолдарында қиындық туса, онда зімбір қайнатпасын ішіңіз. Оны дайындау үшін үгілген зімбір тамырының 1 шай қасығын 1 стакан қайнаған суға араластырасыз. Бөлме температурасында салқындаған соң шай ретінде ішесіз. Егер татымы ұнамаса, лимон мен бал қосуға болады. Келесі қияр шырыны. Ағзаны антиоксидантқа, дәрумендер мен минералды заттарға байытады, әрі несеп айдайды. Жаңадан дайындалған шырын несеп жолдарындағы улы заттарды, шлакты шығарып, бактерияның көзін жояды. Ем үшін күніне 2 немесе 3 стакан ішесіз. Тек достар ескере кетіңіздер. Бұл видеода ұсынылған емді 3 күн мен 7 күнге дейін қабылдау керек. Егер ешқандай оң нәтиже бермесе, дереу уролог дәрігеріне қаралғаныңыз жөн. Сонымен достар, бүгінгі видеомыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Келесі кездескенше сіздермен болған оңай каналы.